Barchalarınızga hayırlı kech, oramazlarınız kabul bolsun. Biz bugün uy jagdayında tары şay isteytin bolamiz. Aldımen bizge zabarka, tары, süt gerek. Sütümüzde pişirip alamiz. Osындай ыдысыбызга куюп, sütümüzdü gazga pişirip alатын bolamiz. Жанагы табактагы sütümüzdü osындай gazga koyup pişirip alamiz. Жанагы неде газыбызды кайнатып алабыз sütümüzdü. Süt полный pişүү керек, pişкенче кайната бересиздер. Биздин sütümüz әбден кайнады, кайнаганча пişиресиздер. Мен газдан аламын. Енді жана осы пісірген sütümüzdü осы ыдысқа құйып аламыз. Яғни осындай бокалымызға құйып аламыз. Енді осын бір шетке қоя тұрайық. Одан кейін осындай тарымызды саламыз. Тарыны да пішкенше бір қайнатып аласыздар. Тарыны да үстіне кішкентай бір бокалдай су құйып, газға бір қайнатып аласыздар. Әбден тары пішкенше газға қайнау керек. Біздің тарымыз уже жайлап қайнай бастады. Тары піскен кезде осындай болып жарылу керек, тарылар. Жарылғанша қайната бересіздер. Тары жарылса, демек пісті деген сөз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай мен тарым қайнады. Осындай болып пісу керек, тары. Осындай болып пісу керек. Мен енді осыны газдан түсіріп аламын қазір. Мінекей мен бәрін тарымды, sütімді бәрін дайындап алдым. Мынаның ішінде забарка бар. Мінекей забаркамыз бар. Сосын жаңа мен тарының сары суын құйып алдым. Енді біз осыған алдымен шәйнегімізге забаркамызды сап аламыз. Забарканы мен бірінші мынандай марлыға сап алам. Осындай марлыға салып, содан кейін барып шәйнегімізге саламыз. Содан кейін осыны қолмен ұстап тұрып, үстінен қайнаған суымызды құямыз. Болды. Енді осы қайнаған суымыздың үстінен sütümüzді құямыз.
Sütümüz обязательно pişu gerek. Janagı осы пилайдағы тарын суын 1 қасық құйып жібереміз. Енді осының үстінен жаңағы пісірген тарымызды салатын боламыз. Жақсылап бір араластырып жібересіздер. Әйнегіміздің аузын жабайық. Мінекей осымен біздің тары шайымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Баршаларыңызға ас болсын. Мен YouTube каналыма келіп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.